не болды? Мам, кешірші мені. Мереке қуасың ба сен ше? Бір жас баланың түрлерін істейсің де жүресің осы сен. Что там, не болды? Қайда жүрсің? Не болды? Саған пранк істеймін деп маманың үстіне су құйып алдым. Қумаш? Серьезно? Күлетін нәрсе. Үстім бәрі су қылып мынауда. Мама, ана мерекені бөлек шығарасыздарыңызшы. Сіздің сорыңыз ғой ше. Өзімен өзі адам болып кетесіз сөйтіп ше. Қайдағы бөлек шығарған? Қайдағы бөлек шығар? Көріп тұрсың ғой ананың қолынан дым келмейді. Анау баламның соры болғанда соры ғой, тамағын істеп бере алмайды қолынан. Үйімде өзім мен бірге алып қаламын, үйретемін. Баламның жағдайын қалай жасау керек екенін барлығын үйретемін өзім. Вот сен. Сен қасқырсың ғой қазір. Бөлек кетсең өлмейсіңдер. Барып кетіңдер квартираға бөлек. Оля, сонда 40-қа келіп мен квартира болып жүрем ба? Осы үйді салған менің байым, осы үйді жинаған мен. Қалам мен бұл үйде ше. Қазір мен ана мерекені қатырамын. Ай мереке, мамамен бірге осы үйде жалпы сендер қаласыңдар ма? Жоқ, қандай қалған? Біз бөлек шығамыз. Негізі Бақыт айтқан, бір айдан кейін бөлек шығып кетесіңдер деп. Мен білесіз ғой, өзім үшін өмір сүретін адаммын. Ата-ене үшін емес. Сіздер тұра берсеңіздерші. Сіздер танып қалғансыздар бұрыннан. Сіздер тез жарасып кетесіздер дегендей. Мереке, мен қалсам қала берем ғой, үйреніп қалғам ғой, бірақ енем сен алып қалам деп отыр ғой. Неге? Потому что сен қолдан дым келмейді ғой, соны енем тәрбиелеймін деп қояды сені ше, үйретем дейді еще. Не істеймін енді мен бөлек шығушы? Мен саған барлығын үйретем. Тамақты да. Сөйтіңізші. Үй жинауытта бәрін үйретемін саған мереке. Главное, маған бөлек шықсам болды. Бұл бөлек шығарамыз. Ай мереке, Мам, ана тамақтың иісі күшті шығып жатыр. Қазір Бақыт келсе тамағын жақсылап бер. Біз құдалыққа кеттік, кешке бірақ келеміз енді. Мына үйдің бәрін жылан жалағандай қылып тап-таза жинап отыр. Мақма? Я. Бәрін жумасам, точно үйде алып қалайын деп тұрған едім. Бұл үйде тұрғанша? Точно. Даймонд сервис қызындайын, я? Сол жақтан қыздары келіп, айнада етіп жинап берсе, мені точно бөлек шығаратын сияқты. Вай, мына үй жарқырап кетті ғой мереке. Люстраға шейін сүртіпсің ғой, молодец. Күшті. Я, мама, Даймонд сервис қыздары күшті тазалайды екен.